Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдегі бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Сот қызметіне тың серпін беретін әкімшілік рәсімдік процестік кодекс ағымдағы жылдың 1 шілдесінен бастап қолданысқа енгізіледі. Аталмыш кодекс аясында азаматтарға басқарушылық шешімдерді қабылдау процесіне белсенді қатысуға мүмкіндік бар. Ауқымы кең кодекс жобасы бірнеше айқын мақсатты көздейді. Бұл турасында әңгімемізді одан әрі студия қонағымен жалғастырамыз. Таныс болыңыздар. Облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының судьясы Медетбек Сәрсенов. Студия қонағына қойыр сауалдарыңызды төменде көрсетілген байланыс номеріне хабарласып жолдай аласыздар. Бағдарлама төріне қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Өткен жылдың 29 маусымында республика тарихында алғаш рет Қазақстан Республикасы әкімшілік рәсімдік процестік кодексі қабылданып, биыл, яғни ағымдағы жылдың 1 шілдесінен бастап қолданысқа енгізгелі жатыр. Жалпы бұл бастама қандай қажеттіліктен туындап отыр? Осыдан бастасақ әңгімемізді. Бұл жерде мен айта кететін нәрсе, мынау мемлекетіміз еститін мемлекетті құрып жатыр ғой. Соның басты мақсаты еститін мемлекет дегеніміз ол халықтың өтініш сұрауларын мемлекеттік органдар қабылдап, тез әрі тиімді мазмұнды жауап беру. Осы әрекеттерді жасау үшін мемлекеттік органдардың әрекеттері заңдылығын тиісті түрде жауап беріп жатқанын тексеріп білу үшін арнайы механизм қажет. Сол механизм ретінде мына әділет юстициясын қолданып отырмыз. Әділет юстициясы дегеніміз осы мемлекет органдары мен жеке тұлға азаматтар, заң тұлғалардың арасындағы жария құқық қатынастардың реттейтін құқық саласы есептеледі. Жалпы осы әкімшілік сот істерін жүргізудің негізгі міндеті мен мақсатына тоқталып өтіңізші? Бұл жерде айтып отқанымдай, еститін мемлекет құрамыз деп отырмыз. Сол жақта мемлекеттік органдардың тиімділігін арттыру үшін қажет. Мысалы, азаматтар мемлекет органда жүрген кезінде ол азаматтар өздерінің сұраулары бойынша барлық жан-жақты жауабын алу керек. Егер оны ала алмай жатса, онда олар сол жауаптарды тиістілігі жауап бермегендігін сотқа жүгініп, арызбен сотта сол мән-жайлардың бәрі тексеріліп, азаматтың уәждері негізді болып жатса, онда мемлекетке сол азаматтың құқықтарын қалпына келтіруге, бостандықтарын, мүдделерін қалпына келтіруді міндеттейді. Түсінікті. Ал осы әкімшілік сот ісін жүргізудің қандай қағидаттары бар? Бұл жерде бір көптеген қағидаттары бар. Ең маңыздыларына тоқталып осының ерекшелігі соттың белсенді рөлі дейді. Яғни бұл жерде сот істі қарау барысында басты рөл атқарады. Мысалы, азаматтық іс процестік кодекстің талаптарына сәйкес сот тек қана тараптардың ұсынған дәлелдемелерін, уәждерін тыңдап, сот шешім шығарса, ал әкімшілік рәсімдік кодекстің талаптарына сәйкес сот мемлекеттік органдар бүкіл өзінің әрекетінің шешімдерінің заңдылығын сотқа дәлелдеу тиіс. Яғни сот осы дәлелдеу барысында мемлекеттік органға қажетті құжаттарды сұратуға, сол заңдылықтар шешімдердің әрекеттерін заңды қабылданғаны туралы сұрақтар қойып, яғни азаматтың құқықтарын қорғауға жәрдемдеседі. Ал осы сот ісін жүргізу шеңберінде қандай талаптар қоя алады? Бұл жерде азаматтық рәсімдік процестік кодекс төрт талаптың түрін белгілеп қойған. Сотқа берілетін жіктелген. Бірінші ол даулау, екінші мәжбүрлеу, үшінші әрекеттермен әрекет жасау, немесе әрекет жасаудан тию, немесе тану туралы талап қойылады. Бұлардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтетін болсақ, мысалы, тану туралы, даулау туралы талаптарда азаматтар мысалы өздерінің құқықтарын бұзылып жатса әкімшілік актімен, онда сол актінің күшін жоюды талап ете алады. Ал мәжбүрлеу талаптарында азаматтар, мысалы азамат мемлекеттік әкімшілік органға қандай да бір құқықтарын жүзеге асыру үшін өтініспен жүгінсе, ол мемлекет әкімшілік орган оның сол құқықтарын жүзеге асыруға кедергі келтірсе, онда ол азамат сотқа сол құқықтарын жүзеге асыруға қандай да бір әрекеттерді немесе шешімдерді қабылдауды міндеттеуге, яғни мәжбүрлеуге талап қояды. Ал мына әрекеттер жасау немесе жасаудан тиюді талап арыздары, мысалы мемлекеттік органдар кейбір кезде бір әрекет
азаматтардың арыздары бойынша тек қана шешімдер қабылдамайды, тек қана сонымен қатар әрекеттерде жасауға міндетті. Мысалы, мына балабақшаға баланы орналасар кезінде оларды және азаматтар арналған үкімет арқылы кезекке қойып, ол балабақшаларды орын босаған кезінде сол балаларды сол балабақшаға жолдама жазып береді, яғни әрекетсіз жайды. Сол әрекетімен келіспейтін болса, азаматтар сол әрекетін даулайды. Яғни соны әрекет емес, басқа әрекет жасауды міндеттеуді сұрай алады. Ал мынау тану туралы талаптарда, мысалы, азаматтар қандай да бір өзінің қызметін жүзеге асыру барысында мемлекеттік органдардан бір қандай заңбұзушылық орын алған болса, онда сол заңбұзушылық орын алған кезінде бірден жоя алмайды оған. Соны заңбұзушылық орын алғандығын көрсетіп, сол заңбұзушылық орын алғандығын дәлелдеп, сол мемлекеттік органдарға кейіннен және өзінің келтірілген залалдарын өндіруді талап етуге құқысы бар. Ал осы заңгерлер, жалпы осы кодекс аясында мына бір жайтты айтып өткен, азаматтық процеске сілтеме жасалатын жайлы. Бұл уақыт мерзімді созып жібермейді ме дейді? Жоқ, бұл жерде сілтеме жасап отырғанда, мысалы, сотта, әкімшілік соттарда қарау кезінде өкілдердің қатысу тәртібіне қатысты азаматтық процесс кодексіне сілтеме жасайды. Яғни бұл жерде өкілдің қатысуының тәртібі азаматтық процесс кодексінде қалай болса, бұл жерде әкімшілік істі қарау барысында өкілдер тура сондай, әрекеттер сондай. Сондықтан бұл жерде заң шығарушы ар жақты бер жақты қайталамау үшін тек қана сілтеме жасаумен ғана шектелген. Басқа сілтемелерде осы тәріздес. Сондықтан бұл жерде істі нақты қарауға қатысты нормалары, яғни әкімшілік рәсімдік кодекстің өзінде белгіленген. Ал осы егерде екі жақ жаңағы бір шешімге, бір мәмілеге келіп жатса, қалай сот ісі жүзеге асады, медиация тәртібі бойынша? Осы жақсы сұрақ қойып отырсыз, осы бүгінгі күнге дейін, яғни 1 шілдеге шейін мемлекеттік органдар қатысатын даулар бойынша мәмілеге келуге, яғни келісімге келуге, бітімге келуге мүмкіншіліктер жоқ еді. Ал енді осы 1 шілдеден бастап, осы әкімшілік рәсімдік кодексінің қолданылуын күшіне енуіне байланысты басқа заңдарға да, сонымен қатар медиация туралы заңдарға да өзгерістер енгізіліп, сол заңдарға сәйкес бүгін 1 шілдеден бастап мемлекеттік органдар қатысатын даулар бойынша да мәмілелерге, бітімгершілікке келіп дауды аяқтауға мүмкіншілік бар. Бірден, мезетінде. Алайда бұл жерде бір айта кететін мән-жай, бұл жерде сот мәмілеге тараптар мәмілеге келуі мүмкін, егер бұл жерде мемлекеттік әкімшілік органның қалауы бар болса. Бұл жерде қалау дегеніміз әкімшілік, мысалы, балабақша бойынша мысал келтіретін болса, мемлекеттік орган босаған, мысалы, 2-3 балабақшада орын босап жатса, азаматқа сол үшеуінің біреуінен не береді? Бір балабақша орын береді, жолдама береді. Бірақ азамат ол балабақша мен үйімнен қашық жерде, мен үйімнің қасындағы балабақшада орын бос, содан жолдама бер деп сұраса, мемлекеттік органнан бас тартса, онда мемлекеттік орган сотқа береді. Сотта қарау барысында мемлекеттік орган сол үйінің қасындағы балабақшаға жолдама беруге мүмкіншілігі бар екенін, яғни оны бас тартуға негіз жоқ екенін айтып жатса, онда тараптар сол жерде жарайды, уәжіңізді келтік, үйіңіздің қасындағы жолдамаға жазып беруге мүмкіншілік бар десе, онда сол жерде тараптар келісімге келіп, жәндегі жолдама жазып беруге келісе қояды сот. Аталмыш кодекс аясында тағы бір мына тармақты оқып өттім. Егер де сот шешімі орындалмаған жағдайда айыппұл салуға құқылы. Осы айыппұл турасында айтып өтіңізші. Әкімшілік рәсімдік процесс кодексінің талаптарына сәйкес, жәндегі айыппұл мәжбүрлеу шараларының қатарына жатады. Яғни бұл айыппұл 10 айлық есептік көрсеткіштен 100 айлық көрсеткіштің арасында қолданылады. Оның қолданылу айыппұлдарды 3 жағдайда қолданылуы мүмкін, яғни соттың жүргізуіне кедергі жасаса, құқық тараптар өз құқықтарын артық пайдаланса, және 10 айлық есеп көрсеткіштен бастап айыппұл салынады. Егер соттың тапсырмасын орындамай жатса, сотқа қатыспаса, онда 20 айлық есеп көрсеткішке шейін айыппұл салуы мүмкін. Егер соттың шешімін орындамай жатса, шыққаннан кейін мемлекеттік органдар, онда ол мемлекеттік органдарға соттың белгіленген мерзімді орындамаса, 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Ол мерзім қанша уақытты құрайды негізі? Ол мерзім, мысалы, шешімді орындау бойынша сот өзі белгілейді, бірақ заңда 1 айға ішінде көрсеткен. Егер сол 1 айдың ішінде мерзімде шешімді орындамаса, оған 50 айлық көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Егер сол айыппұл салынғаннан кейін ары қарай тағы да шешімді орындамай жатса, онда одан кейін сот оған тағы да қосымша әр мерзім созған сайын 10 айлық есеп көрсеткіштен айыппұл үстінен қосып отыруға құқысы бар.
Түсінікті. Осы кодекс аясында жария құқықтық қатынастардан туындаған дауларды жаңа талаптармен қарайтын қанша мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты іске қосылады? Бірінші шілдеден бастап жалпы саны? Жалпы саны әр облыста бір соттан, және үлкен қалалардан барлығы 22 сот құрылайын деп жатыр. Бірінші сатылы соттар, бұлар жаңағы бірінші түскен талап-арызды қарайды. Сонымен қатар бірінші түскен сатыларды қаралатын істері жоғары соттың да қарау құқысы бар. Ол істердің санаты орталық сайлау комиссиясы мен орталық референдум комиссиясының әрекетін даулайтын болса, онда жоғары сот бірінші саты ретінде қарайды. Ал апелляциялық алқада облыстық соттарға қарайды, жаңағы бірінші сатының сотының заңдылығын тексереді. Облыстық сот, егер облыстық соттың қаулысымен келіспейтін болса, онда кассациялық тәртіпте жоғары сот үшінші саты қарайды. Түсінікті. Бағдарлама соңында көрермендерге айтарыңыз болса мархабат. Бұл қай уақыттан бастап жаңағы арызданушы мысалға арыздануға болады сіздердің осы бірінші шілдеден бастап? Өзіңіз айтып отырғандай, бірінші шілдеден бастап заң күшіне енеді. Сол бірінші шілдеден бастап құжаттар қай уақыттан қабылданады? Мемлекеттік органдарға қатысты барлық талап-арыздар, және мен айтқан 4 түрлі талап-арыздар жаңағы жаңадан құрылған әкімшілік соттарының кеңсесіне тапсырылу керек. Ол кеңсе қайда орналасқан? Ол кеңсе соттың ғимаратында орналасады. Ал онлайн түрде тапсыруға болады ма? Әрине, өйткені қазір бізде сот кабинеті деген функционал бар, яғни мобильді қосымша. Сол мобильді қосымша арқылы бүкіл құжаттардың бәрі сотқа жолданады. Яғни талап-арыз болсын, өтініш болсын, мемлекеттік бажды мысалы сол портал арқылы төлей беруге болады, үйден шықпай. Түсінікті. Бағдарлама төрінен табылып, бізге бүгін уақыт тауып келгеніңізге өзіңізге көптен көп алғыс айтамыз. Жасап жатқан жұмыстарыңыз әрдайым жемісті, берекелі болсын.